Біз негізгі екі бағытта, бірінші ол диқандар, екінші фермерлермен кездесу мәселесі. Диқандармен бірге жұмыс істемей, бұл пилоттық жобаны іске асыра алмаймыз. Қолымыздан іс келе ма, іс келмей ма, соны көрсетуіміз керек. Өйткені осы екі нәрсе. Сол кезде бұл кәсіп ары қарай дамиды. Фермерлер көп орналасқан жерде, осы жерде көп өндіретін анықтар. Сонымен білмеймін, басқа күшіліктер ме, әлде сіздерге ақпарат дұрыс жетпеген ба? Біз негізгі екі бағытта, бірінші ол диқандар, екінші фермерлермен кездесу мәселесі. Диқандарға пилоттық жобаны ол кісілерге түсіндіру, пилоттық жобадан диқандарға не пайда, соны түсіндіруге мақсатымыз. Екіншісі бұл фермерлермен біздің жаңағы білесіздер, магистр, ментор деген жүйелеріміз бар, соны таныстыру еді. Енді бүгінгі жерде тек қана фермерлер сияқты, енді сіздер өздеріңіз арқылы жеткізесіздер еді, жаңағы диқандарға ненің жағдайын, пилоттық жобаның жағдайын. Себебі біз диқандармен бірге жұмыс істемей, бұл пилоттық жобаны іске асыра алмаймыз. Бәкең жаңа түсіндіріп айтқандай, қандай да бір диқан, ол 10 сотықтен болсын, 100 сотық, 1 гектар, 10 гектар болсын, Қазверм арқылы ең төменгі сума 150 000 теңгеге өнім алған, ол биогумус болсын, компост болсын, сұйық түрлі болсын, біздің осы 2023 жылы болатын пилоттық жобаға қатыса алады. Содан 2024 жылғы бөлінетін, органикалық таныштарға бөлінетін субсидияға іліне алады. Егер де бұл жобаға қатыспаған диқандарға бұл жоқ. Себебі не үшін олай деген кезде, біздерге сұрақтар жазылады. Неге сендер диқандар бөліп жарып атсыңдар, біреуге берем, біреуге бермейсіңдер деген. Беру, ол біздің негізі қолымызда деп толықтай айтамаймыз. Біз бұл пилоттық жобаны біз ауыл шаруашылығы министрлігімен басқа да айтып өткенде Бәкеновтың елерімен келісіп отырып, пилоттық жобаны осы біз өз мойнымызға алдық. Негізі оны министрлік жасайтын нәрсені біз почти өзіміз мойнымызға. Себебі бұл диқандармен олар бұл кәсіппен айналысып, кәсіптен хабары жоқ бар екен, жоғары жақта бұл сала болмағаннан кейін қалыптасқан, оларда бір толықтай жүйе болмағаннан кейін біз егер ол субсидия беріледі, негізі бірақ қашан берілетін белгісіз. 5 жылдан кейін бе, 10 жылдан кейін бе. Сондықтан біз осы Қазверм кооперативі арқылы біз өнімдерімізді диқандарға біз апарып беріп, оларға көрсетіп, сосын қанша өнім кететіні біз осы жылдың, келесі жылдың соңында министрлікке не береміз, отчет береміз. Міне осынша диқан биыл жобаға қатысты, олар осынша биогумус пайдаланды, және де диқандармен келісімшартта енді сіз келесі жыл қанша биогумус керек, сіз биыл пайдаландыңыз, одан жаңа пайдасын көрдіңіз, енді сізге қанша керек. Сол кезде ол диқан айтады, маған енді келесі жылы 10 тонна немесе 100 тонна керек деген кезде біз оның бәрін жинақтап, біз диқандарға сөйтіп мемлекетке береміз. Міне келесі жылға 24-ке бізге 100 000 тонна немесе 200 000 тоннаға осынша диқан қатысты, осынша субсидия бөліну керек деп. Сол кезде ғана ол кісілер бізге жаңа субсидия бөлуді ары қарай өздері жалғастырады. Сондықтан бізге әрбір фермерге диқанға осы мәселені толықтай өздеріңіз түсініп алып, сосын диқандармен жұмыс істеуіміз керек болып тұр. Біздің биогумусымызды ешкім келіп есігіңіздің алдынан сатып алмайды. Көп кісілер қашан алып кетесіңдер деп. Ол Бақытжанның немесе менің қалтамда миллиардтаған ақша жоқ, оны сатып алатын. Осындай жобалар арқылы біз өз биогумустарымызды сатамыз. Ал енді бұл мемлекеттік қолдау болмаса, бұл кәсіптің ары қарай үлкен дәрежеде, үлкен объемда жұмыс істеуі қиын болады. Біз өзіміздің басымыздан өтті, азды кемді істедік. Сіз өзіңіз, мысалы айтқанда, производственный, яғни өндірушісіз, өзіңіз сатушысыз, өзіңіз агроном боласыз, өзіңіз апарып берушісіз, өзіңіз кассирсіз, өзіңіз бухгалтерсіз. Сіз 1 жыл, 2 жыл максимум жұмыс істейсіз, шаршайсыз одан кейін. Физический адам шаршайды, бәрін үлгере бермейді. Оның ішінде қаншама диқандар. Сондықтан біз не үшін осы кооперативті құруымыздың себебі осы өндірушілердің бас проблемасы шешілді. Әкелдің кооператив өткіздің, кооператив ары қарай өзінің жолдарын іздейді, кімге өткізеді, қандай бренд жасайды, қандай қазір қаншама сертификациядан қаншама дүниелерді жасадық қой. Сіз жасап, ол сіздің басабыңыз, сіздің тек мақсатыңыз не? Сапалы өнім шығару, сосын объем шығару. Осы екі нәрсе. Сол кезде бұл кәсіп ары қарай дамиды. Ал енді жеке болатын болсақ, біз бұнымен ешқайда жылжымайтынымыз білгендіктен осы кооператив құрылған. Қазір енді Аллаға шүкір 2000-нан астам мүшелеріміз бар ғой.
әрине енді осы уақыттың ішінде, қысқа уақыттың ішінде біраз жұмыстар істеді, оның шет жағасын біліп жатсыздар, естіп жатқан шығарсыздар. Екінші мәселе, біз осы өздеріңіздің іштеріңізден біздің ментор, магистр деген немізді өзіміздің ішімізден таңдап алу. Бұл туралы қазір Қайрат толығырақ түсіндіріп береді. Не үшін біз осы халықтың ішінен, өздеріңіз ішінен, ертең біз сайламаймыз. Ол магистр, ментор деген өздерінің ішінен жұмыс істей білетін адам, өзін көрсете білетін адам, осы кісілер болады да, ол сіздердің ішіңізде. Біз Алматыда келген елінге бұл бізге ешқандай неші жоқ. Сіздердің сол кісілермен біз тікелей жұмыс істеуіміз, яғни бүкіл фермерден маған контроль жасап отыру мүмкін емес. Сондықтан біз магистрмен жұмыс істейтін, ол өзінің менторлерімен, мастерлермен бізден келген тапсырма немесе жаңалықтарды өздері арға жеткізіп отыр. Бізде көп білесіздер, көп информациялар жетпейді, дұрыс па, осы үшін қаншама біраз әңгімелер болды. Сендер информацияларды біз WhatsApp-қа айтамыз, біреу тыңдайды, біреу оқымайды, біреу тыңдамайды, көп қателіктер болды. Сондықтан біз әр өңірдің басшыларын соларды жинап алып, солармен осындай сен әр өзіңнің өңірге жауаптысың дегендей. Сол жауапкершілікті сол жігіттердің тәтелеріміздің мойнына беріп, ары жұмыс істесек деп келген мақсатымыз осы. Ең бірінші мақсат жаңа біз мемлекеттің алдында алған бұл субсидия мәселесі, пилоттық жобаны бірінші бәріміз қолға алып істемесек, бізге ешкім жасап бермейді, айтып қояйық. Ешкімге біз өзіміз жасамасақ мұны, сондықтан бізде үлкен нәрсені мойнымызға тәуекел қылып алып отырмыз ағайын. Өйткені біз сіздерге сеніп, халыққа сеніп, қолымыздан келеді. Енді осы 1-2 жылдың ішінде осынша жағдайға жеттік, Аллаға шүкір. Тағы да істейміз. Әрине кедергілер болады, кемшіліктер болады. Оны біз жұмыс істеу арқылы жеңеміз да, ол өзіне өзі жеңіліп қалып, сосын барып істеймін деген нәрсе болмайды. Біздерде де жетіп жатыр кемшіліктер қаншама. Сондықтан бірге отырып ары қарай осы істі жалғастыру үшін, осыны елге таныту үшін, қазір бізге халыққа танытып, осыны түсіндіру үшін келген мақсатымыз. Жалпы енді жаңа магистр, ментор нелер туралы Қайрат түсіндіріп өтсе, иншалла. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Мен есімім Қайрат Алтайұлы. Жалпы осы фермерлардың дамуының кешенді жоспарына бастамастан бұрын жаңағы пилотный проект туралы айтылды ғой. Сол туралы жалпы қорытындылап кетейік. Пилотный проект дегеніміз не? Ол бізге, фермерлерге берілген сынақ деп түсінсек болады. Сынақтың басты идеясы неде? Біз жұмысымызды істей аламыз ба? Біз сапалы органикалық тыңайтқыш шығарып, оны қамтамасыз ете аламыз ба? Тепличниктер бар, диқандар бар, соларға қамтамасыз ете аламыз ба деген сұраққа жауап береміз. Сөзбен емес, іспен. Үстіп қарастырайықшы осыны, жалпы пилотный проект. Қолымыздан іс келе ма, іс келмей ма, соны көрсетуіміз керек. Өйткені бұл пилотный проекттің ішінде ұйымдастырушылары бар. Оның ішіне Министерство сельского хозяйства, ауыл шаруашылық министрлігі. Екіншісі, не бар ғой бізде? Аграрный университет бар ғой? Аграрный университет бар. Ғалымдар. И бір институт бар. Институт почвоведения Оспанов дейді. Жер құнарлығын тексеру бойынша Оспанов атындағы институт. Төртіншісі, Казфоам деген организация бар. Ол деген әлем бойынша фоам деген организациялар бар ғой? Движение, федерация. Солардың құрамында Қазақстандағы филиалдары. То есть бізді не только Қазақстанның өзі, бізді бүкіл әлемнен сынап жатыр деген сөз. Келесі КЗКЖ деген бар. Ол туралы бәріңіз білесіздер, Қазақстандағы жасыл энергетика, көгалдандыру деген сияқты саясаттар жүріп жатыр ғой. Салайық деп, ағаштар салайық деген, ол сол КЗКЖ деген. Ол да бар. Бұл дегеніміз біздің биліктің тарапынан, саясаттың тарапынан тоже көзқарастары бар деген сөз. Келесі ең бастылардың бірі ол Қазақстандағы жылыжайлар союзы бірлестігі. Олардың құрамындағы жер телімі 35 000 гектар. Олар да көргілер келіп жатыр да, бұлардың қолдарынан іс келе ма, келмей ма деп. Соны қараңыздар, қаншама бізде возможностьтар ашылып жатыр, мүмкіндіктер ашылып жатыр. Осының бәрін біз қазір өзіміздің сапалы өнімімізбен, өзіміздің объемымызбен, және ең бастысы, ең маңыздысы ынтымағымызбен дәлелдейтін болсақ, бізбен бәрі санасады, бізбен жұмыс жасайтын болады. Қысқаша да, пилотный проект осы. Келесі, енді осы пилотный проект бар, болашақта тағы да біздің жоспарларымыз бар ғой. Алла қаласа оған да жетеміз. Соған жету үшін өздеріңіз білесіздер, механизм қажет.
кез келген іске жету үшін әр адам өзінің не істейтінін білу керек қой. Қазір шыны керек бізде кішкене не болып кетті да, каша болып кетті. Анау білмейді, мынау білмейді, кім жауап береді, кімге жауап береді. Ондай неразбериха болып жатыр да бізде. Соны біз алдын алу үшін, соны жоюымыз үшін, және болашақта ондай қателіктер болмас үшін осы кешенді вермифермерлердің даму жоспарын ұсынып отырмыз. Жоспардың басты мақсаты ең бірінші экономикалық тұрғыдан вермифермерларды байыту. Екіншіден вермифермерлардың қоғамдағы әлеуметтік әл ауқатын күшейту. Яғни авторитет қылдыру, былай айтқан кезде сіздердің беделдеріңізді көтеру. Үшіншіден, біздің алдыға қойған болашақтағы мақсаттарымызды сапалы түрде астыдан үстіге принципі бойынша жеткіздіру. Яғни не болып жатқан, қандай проблема болып жатқандарын бәрін тікелей түрде сізбен, мастер қарапайым вермифермермен біздің кооператив төрағасының арасында 3 саты ғана, максимум 3 саты тұру. Сол кезде әлемдік технологиялар бойынша, басқару технологиялар бойынша ең тиімді жүйесі болып есептелінеді. Яғни 3 ситодан өткен, содан кейін тез арада жеткен. 5 болса ол ұзақ жетеді екен, 1 болса ол освоить етіп үлгере алмайды екен информацияны. Сондықтан 3 адам отыру керек. Біріншісі вермифермер болса, үшіншісі кооперативтің төрағасы болу керек екен. Осы механизммен. Сол тікелей жұмыс болады. Кеттік. Енді сіздерге түсіндірейін. Кешенді жоспар дегеніміз ол қалай болады, қалай іске асады. Ең біріншіден адамдар, қарапайым барлық вермифермерлар, қазіргі біздегі бар ғой уже, солардың бәрі мастер атағын алады. Мастер дегеніміз шебер деген сөз. Яғни сіздер шебер вермифермерсіздер. Шебер вермифермер не жасайды? Ол 500 кубқа дейінгі өнімді вермикомпост өнімін өндіретін адам. Түсіндік, вермикомпост өнімін 500 кубқа дейінгі өндіретін адам, ол шебер. Әр шебердің астында 10 шәкірті болады. Оларда ассистент дейміз, шәкірттер. Шебердің басты мақсаты өзінің шәкірттеріне тәлім беру, үйрету, сүйреу, тарту, алдыға қарай жетелеу болады. Сол арқылы оның астындағы шәкірттері 1 айдан 3 айға дейін шеберде практикада өтеді, үйренеді толыққанда. Ал оған дейін жаңағы оқуды, құжаттары бар, паспорттары бар, өздеріңіз білесіздер ғой, құжаттарын толықтыру керек екен. Өйткені біз заңды кәсіппен айналысамыз. Соның бәрін толықтырып, үйреніп жүрген кезде ол шәкірт болып жүреді. Одан кейін шебер болады 500 кубқа дейін. Жаңағы шәкірттері де шебер болады ғой мастердің. Сол кезде мынау шебер ол ментор болады. Ментордың астында жаңағы шәкірттері мастер болды деген сөз. Ментор не жасайды? Ол 500 кубтан көп өнім өндіреді, біріншіден. Екіншіден, өзінің астындағы шеберлердің, жаңағы мастерлардың жағдайын жасау керек. Олар қандай компост қолдануда? Біз өйткені білуіміз керек қой, сапалы болу. Ол мастерға бергенше менторға берген тиімді. Келісесіздер ғой? Бір басшы болу керек. Ментор ол компосттың, стандарттың, субарендаға жер алады, сөйтіп ұйымдастыру жұмыстарын жүргізеді. Былайша айтқан кезде ауылдың әкімі деп қарастырсақ болады менторды. Ментордың түсіндігі механизмі, функциясы қандай болатыны. Келесі жаңағы оның мастері да 10 шәкіртін тәрбиеледі ғой. Олар да мастер болған кезде жаңағы шәкірттері, мастерлары ментор болады да, ментор магистр болады екен. Магистр не жасайды? Магистр ол уже ауданның әкімі деп алсақ болады. Өйткені ода уже полномочиясы өседі. Жаңағы шебер менторға 10% өнімін береді да, жаңағы дайындап берген үшін, үйреткен үшін сіздің шәкірттеріңіз сіздерге береді да. Ал сіз магистрге 5%-ын бересіз. Не үшін деген сұрақ, Ең біріншіден магистр ол аудан әкімі болғандықтан болашақта берілетін жер мәселелері болады, инвестиция құю мәселелері болады да. Инвестиция дегеніміз былайша айтқан кезде крупный инвесторларды алып келіп осыған заинтересовать етіп жібереді ғой, центральныйдан, жоғары жақтан Бақытжан ағалар, Пенебек ағалар жіберген кезде. Соның ақшасы жоғалып кетпеуіне гарантия беретін адам. Біз берілген планды, жоспарды орындайға кепіл беретін адам магистр. Магистрдің жауапкершілігі өте жоғары. Онымен қоса әрбір магистр өзінің жеріндегі, өзінің ауданындағы вермифермерлардың басшысы ретінде сайланады. То есть сайлаумен жүреді да бұның бәрі. Содан кейін тағы айтатын жайт, әрбір осы біздің 3 адамдарымыздың 3 класс дейміз ғой, классымыздың өзінің ерекшеліктері болады. Мысалы, мастер ол вермикомпост саласын, вермикомposттың биогумустың өзін ғана шығарады. Соны ғана еңгеру қажет. Екіншісі ментор. Ментор не жасайды? Ментор компостты жасайды, және де вермикомпостты жасайды, яғни биогумусты. Бірақ квота 1-ге 1.
50-50 болу керек. Вермикомпост деп қазір түсінбей қалып жүрмеңіздер. Вермикомпост бұл биогумус. Вермикомпост бұл халықаралық тілде айтылады да. Сондықтан компост ол бөлек, вермикомпост біздің биогумусымыз. Біз өзімізді тілімізді осыған үйретіп, өйткені біз ертең шетелге шығамыз деген армандарымыз сол үшін осыған рахмет. Яғни биогумус ол вермикомпост. Компост, қарапайым компост кәдімгі біздің технологиямен жасалынған. Сол екеуіні ментор бірге бір 50-50 өндіреді. 1000 куб нанын өндірсе 1000 куб надан өндіру керек та. Солай біз тепе-теңдік тежемелік принципін ұстанамыз. Біреу көп, біреу аз болып кетпейді. Келесі, ол компостты кімге? Магистрге тапсырады ғой. Магистр жаңағы тепе-теңдік принциппен почвосместі шығарады. Сол арқылы біз почвосместің құрамында біреулер деген ескі көңді салып жүру мүмкін, зараженный почва салып жүру мүмкін. А магистрге біз более сенеміз ғой мастерге қарағанда, ол мойындауымыз қажет, дұрыс қой. Өйткені ол өте үлкен рискісі бар. Және де осының бәрі жүру үшін біз мынандай механизм жасадық. Жаңа Шыңғыс хан жасағы сияқты кетіп баратыр ғой, байқадыңыздар ма? 10-дық, 100-дік, 1000-дық деп. Бір магистрда былай шыққан кезде 1111 адам болады екен. Оның 100-і мастер болады, оны ментор болады, 1000-і ассистент болады да. Вот өзі магистр. Егер біз бір магистрден ағаттық табатын болсақ, бір магистр косякқа кірсе былай шыққан кезде, онда бүкіл астындағы адамдары бірге жауап береді екен. Ментор косякқа кірсе, ментордың астындағы адамдары бірге жауап береді. Жаңағы шеберлерімен бірге. Шебер косякқа кірсе, ментор жауап береді тоже. Және де ассистенттер жауап береді. Былай шыққан кезде сіз көршіңіз жаныңыздағы шебер егер мен байқамай қалады ешкім деп салып жіберіп, стандартты сақтамайтын болса, біз ертең келіп оны лабораторияға өткіземіз ғой. Лабораторияға өткізген кезде құрамынан табылатын болса, онда түгел сол ауылдық округ, сол ауданның вермикомпостын қабылдамаймыз қазір. Оны ашығын айту керек. Стандарт сақталуы керек, міндетті түрде. Стандарт сақталмаса, ол ертең хотя сол кезде ұсталып отыр ғой. Ертең біз деген тексермейтін болсақ, лабораторияға жібермейтін болсақ, оны теплицаға, казайка жерге болсын, Союз теплиц Қазақстандағы барғаннан кейін тексерілетін болса, ой, қазір сапасыз екен дейді да. Бүкіл Қазақстанның вермифермалары сол үшін былайша таяқ жейді да. А ол керек па бізге? Мысалы, біз айтып отырмыз, сіздер туралы айтып отырмыз. Мысалы, ана жақтан бір солтүстіктен дейік, батыстан дейік, тоже сондай табылатын болса, қазір матына жамандық болса, сіздер таза еңбектеріңіз не болады? Еш болады да. Осы үшін біз осы механизмді енгіздік. Келісесіздер ғой жалпы барыңыз? Одан кейін тағы айта кетерлетін жайт, жаңағы магистр аудандікі болды ғой. Аудандікі болғаннан кейін бізді областной уровень керек па енді бізге облыстық деңгей. Облыстық деңгейде біз кеңес құрдық. Кездегі Қазақ хандығының билер алқасы. Сол жүйе бойынша жаңағы магистрлер қосылып, кеңес құрап, облысқа маңызы бар, облыс үшін үлкен шешімді талап ететін мәселелерді өзара талқы арқылы шешеді. Советуюсь друг с другом дейді ғой. Бір-бірімен кеңесіп шешім болады. Ол кеңестің төрағасы болады. Төраға магистрлердің ішінен сайланады. Ол төраға центральный аппарат комитет бар ғой бізде, комитет өкілдері, соған құрамына мүше болып кіреді. Сол кезде сіздер сайлаған адамдарыңыз, жаңағы менторлар сіздер сайлап отырсыздар ғой. Менторлар, магистрлар шығып отыр, магистрлар өзара сайлау арқылы комитетті управлять етіп отырасыздар. Қалай? Идея жақсы ма? Сол кезде облыс не шешеді? Облыс жаңағы болашақта біз қазір жоспарлап отырмыз, Алланың қалауымен бәрі. Жаңағы инвестиция келеді, жер мәселелер келеді ғой. Сол кезде біз облысқа жібереміз кеңеске. Өйткені біз кеңеске сенімді боламыз да, олар өздері үшін жаман шешім қабылдамайды ғой никогда, дұрыс қой. Сіздер өздеріңіз отырасыздар да ол кеңесте. Олар өздері талқылайды, так, менің шамам 200 миллионға жетеді, ал менікі 100 миллионға жетеді деп, ананы бір жылда освоить ету керек қой, игеру керек. Ол ақша жай жерінде жатпау керек, оны игеру керек. Көң аласыз, оған техника аласыз, шығарасыз, ол ақшаны сосын қайтарып беру керек. Одан қайтадан ол ақша келеді, қайтадан оборотқа салып, өзіңіздің тапқан ақшаңызды қалтаңызға салып, қалған беріп отырасыз ғой. Осы бойынша рейтингтар жүргізіледі. Каждый магистрант бойынша, магистр бойынша рейтингтар жасаймыз болашақта. Рейтинг бойынша адам қаншалықты сенетінімізді біз айқындалады. Және де болашақта инвесторлар тікелей сіздерге келуде мүмкіншілігін өстіп жасап жатырмыз да. Былай шыққан кезде кеңес ол мост. Екі жақты көпір, екі жақты байланыстырады. Міне жалпы осы, өздеріңіз ойларыңыз қалай?
Сұрақтарыңыз болса, Сұрақтарыңыз болса, осы проект бойынша қазіргі проект емес, не кешенді жоспар бойынша беретін кеңестеріңіз болса, бәлкім идеяларыңыз бар шығар. Жоқ, идея болды, мен сен мына әңгіменің бәрі дұрыс қой. Қазір мен өз басымда, бүкіл Шеврон тастағанда 50-70 квадрат жерім жатыр да, көбі. Қап болып жатыр. Шуалшан кетіп қалмасын дейсің де, тас беріп тастап қоясың, жанына тастап қоясың. Ананы ақшаға алғанбыз ғой жеңіз, квадрат 150 мың алған. Жоқ, сөзін ашығы да 150 мың алған квадрат, мысалы. Ал енді сен жаңағы лаборатория тексеремін, сондай ол қашан тексересің, қай біз елгізетін өткізейік. Сен бір маған ол ақша берме. Бірақ мынадан мынанша алдым, мынадан мынанша алдым деп бір жерге жина, сонда көзің көрінеді да, үмітің бар. Ана пойлада ана жерде жатыр, ана інім үйінде де жатыр. Өйткені мен қарамалдығына жасалған, мен өзім фермермін, қарамал бағым. Көңілді әкені салып, 5 мыңға біреу сатқаншы деп тастай сағамыз да көңіл күшті. Сен енді сондай болуы айтып біз осы жерде қанша балдар да бар, мен білемін да, көңіл, дайын. Оны жаңағы елсізін өткеннен кейін бір жер қабылдасын да соны бір жер. Қараңыз аға. Құр қабылдамаса баға беріп, кейін фермер боласың, кейін кооператив боласың. Енді баға қойшы дейсің. Әңгіме ашық да. Бір жер өткізетін жер дайынсыңдар сондай. Жауап берейін, ең біріншіден Бауыржан Момышұлы атамыз айтқанда тәртіпке бағынған құл болмасын. Бізде механизм бар. Екіншіден, жаңағы сіз игерілген вермикомпост бұл сала болғандықтан бұда кәдімгідей бізде мамандар бар. Маман екеніңізді алу үшін сіз Казагро деген платформаны білесіздер ғой, естідіңіздер. Сол арқылы оқыған кезде сізге көрсетеді қалай оны сапалы түрде шығару керек, көнді қалай қосу керек дұрысына. Соны оқып игергеннен кейін, стандарттарды танысқаннан кейін, комитет кооперативті не істейтінін білгеннен кейін, сіз ананы қалай игеретініңізді білесіз. Ол біз білмейміз ғой, сіз шынында айтқан кезде, мен сізді бірінші рет көріп тұрмын да, қазір сіз қалай вермикомпост шығарғаныңызды білмеймін. Рас қой? Мен солай айдадым ғой, біз ана шуалшан кетіп қалмасын деп жанына ауқат қосып қойып отырмыз. Жоқ, ол түсінікті. Ол дайын емес. Алғашқы дайын болып қалды, 10 ай жатты. Бержандағы 2 ай болып қалды. Ертең лаборант келеді де, бүйтіп алады да шетінен. Мынау дайын емес дейді. Сол жұмысқа алады, дайынды. Бір жер өткізеді. Бөліңіз сонда, дайынды неге сіз себеп бөлек жинап қоймайсыз? Бөлініп тағы түсінбедім ғой. Бөлек жинап. Бір нәрсе сұрасақ та, мысалы біз анау жаңағы шылаушаны тастадық қой көңге. Сол шылаушаны тастадық. Енді ол жатыр, айналыстар 7 ай, 8 ай жату керек, Ал оған добавочный жаңағы не салу, тек көңмен жата бере ма, или үстіне анамны салуға бола ма? Біреулер шіріген помидор ма, не ма тастап жатырмыз деп видеомен көрсетіп жатыр. Солар дұрыс та, соны салу керек па? Қыстан күнде қазір бізде где-то бір 50 сантиметр биікпен жатыр. Сол дұрыс па, одан жоғары қылу керек па? Оның қалай таза нормальный шығу үшін қалай күтім жасау керек оған? Не істеу керек? Соны түсіндіріп кетіңіздер, біз соны дайындайық. Оны біз қазір әркім өзінің білгенінше істеп жатыр да, ертең сапалы шықты, сапалы шықпай қалды деген сөздер болады. Ол кезде не істейміз? Сол сапалы шығу үшін не істеу керек? Соны түсіндіріп беріңіздерші бізге. Мен бір айтып кетейін, сапалы шығу үшін сіз оқуды оқуыңыз қажет. Оқуда стандарттармен таныстырылады, сізге қолыңызға куәлік беріледі, куәлік арқылы аттестациядан өтесіз, сіздің біліміңіз тексеріледі. Сол арқылы сіз вермитехнология саласының кәсіби маманы атанасыз. Ол жайдан жай емес та. Ал жаңағы енді производство вопросына жауап береміз бе? Жаңағы бұл шылаушаның азығы ол білесіздер ғой, органикалық қалдықтар. Ол мейлі помидор бола ма, ол алма бола ма, ол көкөніс қалдықтары, жеміс қалдықтары бола ма, ол көн түрлері бола ма, ол немесе сабан бола ма, шөп бола ма, кез келген органикалық қалдықтар бұның азығы болып есептеледі. Соны үстінен бересіз, немесе жанынан бересіз. Әртүрлі методтар бар. Рядом шагающий, вверх шагающий. Үстіне қарай беріп, үстіне қарай көтеріп кете беретін, жанына қарай жылжып кете беретін әртүрлі методтар бар. Оны сіз біреуін өзіңіз таңдап аласыз. Помидор бересіз ба, басқа бересіз ба, жалпы беріп, соларға жегізіп, біз өзімізге керекті вермикомпост деген өндіріп шығарамыз. Бұл белгілі. Енді стандартқа сәйкес деген түрі бар. Біз осыған баршамыз келуіміз керек осы нәрсеге.
Енді стандартқа сәйкес деген не ол? Стандартқа сәйкес деген нәрсе ауыр зиянды ауыр металдар болады. Атап айтқанда жаңағы мышьяк, қорғасын, синец, сосын кадмий деген, сосын жаңағы хром деген, сол сияқты ауыр металдар, зиянды металдар болады. Сол металдар біздің биогумустың құрамында болмау керек. Құдайға шүкір, біз гөннен жасалған және вермикомпосттан жасалған нәрсені біз лабораторияға бердік. Оның ішінде бұл 5 түрлі зиянды металл табылған жоқ. Табылмапты. Ол деген сөз стандартқа осы зиянды ауыр металдардың болмауы қуантады. Біз биогумуста ол нәрсе жоқ. Ол демек шылаушандардың асқазаны арқылы өткен қалдықтар ол жаңағы ауыр металдарды жоқ қылып жіберді. Ол бізде табылмады, стандартқа сәйкес болды. Енді тағы да 3 мәселе бар. Биогумус, жаңағы гөннің құрамында макро, мезо, микроэлементтер бар, өсімдік әлеміне керекті бар. Бірақ сонымен қоса 3 зиянды компоненті бар. Оны яйца гельминт дейді, әртүрлі құрттардың жұмыртқалары өсімдік әлеміне шабуыл жасайтын. Ол зиян тигізетін құрттар. Сосын екінші ол семена сорняков дейді, арамшөптің ұрықтары. Жылқы 36% қорытып, 64% қорытпайды, сиыр 44% қорытып, 56% қорытпайды, қой 20% қорытып, 50% қорытпайды. Ол деген сөз малдың асқазанынан 50%, 56%, 64% қорытылмаған халде арамшөптің ұрықтарымен бірге түсті деген сөз. Ол өзінің жемісін, егер прямой огородқа салып жесеңіз, өзінің жемісін көрсетті, арамшөп қаптап кетеді. Диқан шабықшылар жалдап, күреседі кәдімгідей. Өйткені ол біздің арнайы еккен өсімдік әлемімізге конкуренция болады. Азоттан, фосфордан, калийден ұрлайды ол. Дұрыс па? Сол сияқты ол гөннің құрамында бар ол нәрсе. Енді үшінші патоген, ол зиянды компонент, ол жаңағы санырауқұлақ аурулар дейді. Грибковое заболевание дейді осы жерде. Енді қараңыз, осы 3 түрлі зиянды компонент 55 пен 70 градустың арасында қыздырған кезде өледі. Ол ферментациядан өту керек деген сөз. Міне осыны біз бактерияларды құйып, жаңағы 55-70 градусқа дейін қыздыратын болсақ, жаңағы 3 түрлі патоген жойылады да, тек қана пайдалы компоненті қалады. Оны өсімдік әлеміне беретін болсақ, ол ешқандай зиянсыз деген сөз. Енді біз шылаушанда патогендер жойышы, егер ол асқазаннан толыққанды өтіп өндірілген болатын болса, ол патогендер жояды. Алайда біз коммерстерге заказ береміз, ойбай бізге навоз жеткізіп бер, гөн жеткізіп бер дейміз. Сөйтіп олар гөнді алады да, оның ішінде 3 жылдығында, 2 жылдығында, 1 жылдығында свежийді араласып келеді ол. Бөлек-бөлек алып келмейді, дұрыс па? Енді қараңыз, 55 пен 70 градусында арасында қызбаған көн, ол ішіндегі патогендермен бірге деген сөз. Ол ескіріп қалатын болса, оны шылаушанға беретін болса, шылаушан оны сен жемейді. Өйткені олар үшін азық болып есептелмейді. Өйткені ол уже дайын болып қалған, бірақ ферментациядан өтпеген халде дайын болған мәселе. Енді ол жемегеннен кейін, сіз елеген кезде биогумусыңыздан қосып, ол навозда өтеді, ескіден өтеді. Сосын оны аласыз, упаковать етеміз. Біздің қазверін тапқан клиенті болсын, немесе өздеріңіз тапқан клиент болсын, бересіздер. Берген кезде анау нәтижесін көрсетті шығады. Арамшөп қаптап кетеді, сарышымақ шығады ішінен. Сонымен қаптап кетеді де, сосын ол сізге қаба болады. Біздің абыройымыз түседі ол нәрсеге. Сол үшін біз қайтеміз. Біз белгілі бір стандартқа, жаңағы айтқан стандартқа өтуіміз керек. Демек біз болашақта обязательный порядке не жасауымыз керек, ферментация жасауымыз керек. Оны гөн мен сауанды араластырып қыздыруымыз керек. Мейлі ол кезде ескі гөнді ішіне қосылып кетсе де қауіп жоқ. Өйткені жаңа гөндердің арқасында және сабанның, жапырақтың, немесе шөптердің қосылысының арқасында қызған дүние аналардың ішіндегі патогендерді өлтіріп тастайды. Ескі гөндердің ішінде патогендерді өлтіріп тастайды. Сосын барып біз биогумусқа берсек, шылаушанға беретін болсақ, ода қауіп жоқ деген сөз. Ол стандартқа сәйкес. Бұны біз ешқандай ұялмастан,
кез келген ірі компанияларға да ұсына аламыз, қорықпастан. Өйткені біз білеміз, Гүлнар апай через ферментация жасаған, оның биогумусы толыққанды стандартқа сәйкес. Біз білеміз, Нұралияға оны стандартқа сәйкес жасаған, біз оны толыққанды, сол сияқты біз білеміз, Әбдіғаппар аға оны жасаған деген сияқты. Енді қараңыз, осы нәрселердің барлығын біз толыққанды қамтып, ол нәрселердің барлығын бақылауда ұстауымыз үшін бізге жаңағыдай жүйе керек. Жүйе керек. Жаңағы айтты ғой, ассистенттен басталады. Мәселен, Гүлнар апай біреуге шолшан сататын болса, оған оны оқыту, былай жатқан кезде тоқыту, оны дайын берім фермер қылып шығару, оның міндеті. Ол кісінің міндеті. Ол не ол именно сол кісі, ол ассистент. Ол кісіні жақсылап даярлап шығарады, дайындап шығарады. Былай жасайсың, былай істейсің, ферментация деген нәрсені мал, осылай жасайсың деген сияқты нәрсені ол кісі практика жүзінде үйретеді. Ол мейлі өзінің үйінің айналасында істеп жатсын, бірақ әрдайым Гүлнар апаймен байланысады. Ол Гүлнар апайдың ассистенті былай жатқан кезде ученигі, ол шәкірті деп айта берейік қазақша, шәкірті. Ол кісіні дайындайды. Сол сияқты ол жаңа арнайы оқу бағдарламасынан өтіп, ол жерде стандарттарды қалай болады, жалпы бұл фермер технологиялар саласы не дегеннен бастап стандарт түрде өнім шығару деген нәрсені үйреніп шығады. Сөйтті ол ассистент жайлап өндіруге кеткен кезде, 3 айдан кейін өндіруге кеткен кезде, ол шебер деген атаққа ие болады, мастер. Бір куб биогумустан бастап 500 кубқа дейін өндірген вермифермер, мастер вермифермер деп аталады. Сосын ары қарай ол менторға ұмтылады, ментор болуға ұмтылады, 500 куб биогумус өндіруге ұмтылады. Мына жерде биогумусымыздың барлығы өтіп жатса, мәселен, Нұралияға 1000 куб биогумус өндірді, ол беміріл өтіп кетсе, қолына 70 миллион теңгені ұстаса, ол өз-өзіне мотивация болады. Сол сияқты айналасындағы кісілерге мотивация болады. Мынау нәрсе жақсы нәрсе екен ғой, істеуге тұрарлық нәрсе екен деген нәрсе пайда болады. Бірақ сіздер түсініңіздер, бұл сезонный тірлік. Бұл сезонный тірлік. Біз жыл бойы дайындаймыз. Дайындап, біз сезонға өз объемымызды дайындап қоямыз. Мәселен, Гүлнар апай 1000 куб дайындайды, Бекжан 2000 куб дайындайды, Әбдіғаппар аға 5000 куб дайындайды деген сияқты дайындап қояды өзіне. Сөйтті сезон келді дегеннен бастап, біздің верім фермерлердің барлығы дайын тұрады. Оны магистр толыққанды документациясын жүргізіп бақылап отырған, қашан салған, ол ферментацияны өткен ба, өтпеген ба. Магистр алады да Қазверім кооперативінің төрағасы жаңағы Пернебек ағамызға мәлімет береді. Пернебек аға бәрін біліп отырады. Сөйтті бізге айтады, біз комитет барамызда субсидияға жаңағы амал жасаймыз, әрекет жасаймыз, субсидияны өндіріп шығамыз. Сол сияқты КДС-ке барамыз, КДС-ның объемын аламыз. Сол сияқты өкімет тарапынан жаңағы басқа жұмыстарды атқарамыз. Сол кезде біз оларға толыққанды өзіміз уверен халде жаңағы жұмысқа ұмтылуымыз үшін біз бұл кісінің объемын білуіміз керек. Бұл кісіден сұраған кезде бұл барлығын магистрлар арқылы реттеп отыру керек. Бұл жүйе. Сол жүйе арқылы мынанша мастер бар, мынанша ментор бар, мынанша магистр бар. Мына магистрлікте мәселен, Гүлнар апайдың магистрлігінде 10 000 куб бар. Нұрали ағаның магистрлігінде 10 000 куб бар, Әбдіғаппар ағаның магистрлігінде 10 000 куб бар деген сияқты. Ол магистр деген сөз кооперативтің төрағасы. Олар өздері өндіру жағын қалыптастырады. Магистрлікті құрған кісіге біз уже барлық командасы дайын, біз сене аламыз. Бұл кісіге инвестиция ажырасақ болады. Алдын ала ол болашақта көріп жатамыз, 50 миллион ба, 100 миллион ба теңге алатын болса, бұл кісі не істейді? Бәрін пәленше гектар жерді алады, сол жерге өзінің ассистенттерін, мастерлерін бәрін бір сол жерге жинайды. Арнайы техника сатып алады, погрузчик сатып алады. Ол арнайы техника ховасын сатып алады. Сөйтті олар жерге жаңағы варащителін сатып алады. Сөйтті бір линиямен өздерінің қоймасын салып алады ана жерге. Сөйтті бір линиямен бәрі істеп жатыр. Мына участок
О кісінің қарамағындағы Сәрсенбайдікі, мына участок оның қарамағындағы Ментор. жаңағы пәленше ментордікі, пәленше жаңағы мастердікі деген сияқты барлығы прозрачный былайша айтқан кезде жүйе да ол. Солай істелінеді. Сосын бұл жаңағы магистр айтады, біз биылға 100 миллион теңгені алдық, оған жаңағы пәленше жаңағы техникаларды алдық. Біз биыл 10 мың куб компост өндіреміз да, содан 5 мың куб биогумс дайындап шығамыз, Құдай қаласа дейді. Сосын бұл кісі уже бұл кісіге де ясный картинка, ана жерде айтады, біз аламыз да, біздің верми фермерлерде дейміз, 100 мың куб биогумс бар дейміз да, 100 мың кубтық жауапкершілікті толыққанды қамти алатын нәрсеге ұмтыламыз. Сол нәрсені істеп шығарамыз да, бүкіл верми компосттарды жинап аламыз да, керекті жеріне упаковать етіп жіберіп отырамыз. Міне осындай жүйе болу керек. Сол жүйелі іспен істесек, нәрсе ұмтылып тұр. Ал қазір сіздер дайын болған биогумстарды төрттік сеткімен елеңіздер, дайындап қойыңыздар. Кім қанша бар деген списокты қазір арамыздан сайланған кісі жазады. Мынада 100 куб бар, мынада 50 куб бар, мынада 10 куб бар, мынада 5 куб бар, мынада 3 куб бар деген сияқты жазады. Сол нәрсені барамызда, егер ол біздің технологтарға жарамды деген мәселе болатын болса, біз аламызда Абдығаппар ағаның 100 кубын, немесе 500 кубын мына жерге апарып беріңдер. Мына жерге апарып беріңдер деп, прям сол жерден аламызда апарып береміз. Біз қазір осындай шарттар істейміз. Сіз сол сияқты сіздің де биогумсыңыз бар, жаңағы не көреді, технолог көреді. Мына кісінің 100 куб шықты. Сол 100 кубты ашейін қаптарға қаптандар білеміз да, мына жерге апарып беріңдер деп, жаңағы сұраныс жасаған фермерлерге барып апарып береміз. Осы жерде. Біз қазір Шымкентте ғана біздің менің шаруашылығында бір қойманы жасап жатырмыз. Қойма сол төңіректегі осы төңіректегі осын сол жерге барлығын жинау, оны қайтадан барлық фермерлерге апару деген екі жұмыс болып кеткелі тұр. Сондықтан біз осы жерден әр қайсыңыздың огородыңыздағы қанша куб биогумс бар, соны қазір арналарыңыздан сайланған магистрларға, менторларға белгілеп жазып бересіздер. Біз сол нәрселердің барлығын списокқа алып, ол кісілер сіздермен келісімшарт жасап, осы биогумсты, сіздегі 100 куб биогумсты қазверім тарапына өткіземіз деген келісімшартпен жасалады да, сол биогумсты аламыз да, мына жерге жеткізіп беріңіздер деп айтуыңыз болды. Әрқайсыңыз Енді бір айтайын жаңа Бақытжанда. Өз шаруашылықтарыңыздан, өз үйлеріңізден былайша айтқан кезде алып кетеміз, ананы тапсырамыз. Егер бағаны мен түсіретін болсам, онда сіздер вообще жерге ұрасыздар. Бұл субсидия вермифермерларға емес, диқандарға берілетін субсидия. Тек қана верми компостты өтуіміз керек, жігіттер. Соны тур түсініңдер.